Біздер тағы да берік топырағындамыз. Міне Жалаңаш шатқалы Тасқора Ерғали бауырымыздың шаруашылығынан қазір аттарды ерттеп жатыр. Көптен бері күтіп жүргенбіз, армандап жүргенбіз, аңсап жүргенбіз. Сәтін салған сияқты. Көлікпен барамыз дедік, жете алмадық. Тағы да бір басқа жолдарын қарастырдық, жаяу барамыз дедік, жете алмадық. Енді осы жолы Ерғали бауырым өткенде Жалаңаш сарқырамасын алып барып келген атпен. Сол кез айтқан болатын, осы Жалаңаш сарқырамасы арқылы сандық тасқа көтерілуге болады деп. Міне сол сандық тасқа шығатын күн келген сияқты. Қазір міне сол тас қорасына келіп, жылқыларды ерттеп жатқан жайы бар. Біздер міне күн ұясынан көтеріле сол сандық тасқа шығып баратқан жайымыз. Сәтін салса, бір керемет ұлы көшпенді, ұлы түркінің, ұлы қазақтың бір маңылайына біткен құт мекен, қасиетті мекен. Сонау шығыстың жерінде Мұзтау, Кіндіктас қандай қасиетті болса, осы оңтүстік өңіріндегі Жамбыл облысы Меркі ауданындағы Сандықтас қасиетті мекеніне, бабалар аңғарына, рухани, діни жоралғылар жасалған жер, балбалтастардың мекені, обалардың мекені, сондай бір ерекше жаратушының нұры төгілген жерге бара жатқан жайымыз. Бір қызықты сапар болады ғой деп ойлаймын. Мұзтау кеше бір қызықты сапар болды, керемет көрініс болды. Енді Меркі таулары сол Мұзтау сияқты жасыл желекке бөленіп тұрмаса да, өзіндік бір ерекшелігімен адамды өзіне тарта біледі. Бізбен бірге болыңыздар, осы кереметті көрсетуге тырысамыз. Міне, бір сағаттан аса жол жүрдік, Мұрынтауға да келіп жетіп қалдық. Бұл шатқанда келе жатқанда бірден бір керемет дүние, ол алмалардың, бүкіл алманың, алма атаулының атасы Сибирь алмасы, жабайы алма кездесті. Бір ғажап дүние, мына керемет. Жаңа жолда біреудің дәмін үзіп көрдік. Керемет енді, сөзбен айтып жеткізуге қиын. Дәмі деген сондай бір сулы, нәрлі, дәмді, өте ғажап алма. Біздің таудың табиғаты өте бай ғой. Сағат 8 болды. 2 сағаттың көлемінде көтеріліп келе жатырмыз. Жан-жағымыздың бәрі кекілік. Міне, керемет жасыл желек. Таудың ғажап көрінісі. Жалаңаш сарқырамасына да келіп жеттік. Бірақ біз одан жетпей, оңға бұрылып бара жатырмыз. Шамалы аттар тыңықтырып алайық дедік. Әрдайым көтеріп келе жатқасын олар да шаршады. Меркі намад экспедициясы Меркі жерінде жалғасып жатыр. Біздер таңғы 6-лар шамасында Ерғали бауырымыздың шаруашылығынан Жалаңаш шатқалы арқылы Жалаңаш сарқырамасы, содан ары қарай сандық тасқа қарай көтеріліп бара жатқан жайымыз керемет болды. Таң өте салқын, қалың киінуге тура келді, бірақ қазір күн ұясынан көтерілген соң шатқалға күн түссе жылынатын түрі бар. Айналамыз керемет көрініс, кекілік, құстар, қырғауылдар, неше түрлі жидектер, жеміс ағаштары. Сибирь алмасында кездестірдік. Ғажап. Сәтін салса тағы бір 2 сағат атпен жүрсек, сандық тасқа да келіп жететін шығармыз. 3 сағаттың көлемі, 1 сағат кемінде мына суды астық. Тастақты жол. Жолдың бәрін су шайып кеткен, тасы шығып кеткен, өте қиын. Атқа көтерілу өте қиын екен. Мына жол өте ауыр жол екен. Енді Ерғали ар жақта басқа жолды айтып жатыр. Қазір қайтар кезде мүмкін сол жақпен айтармыз. Мынау енді былай қарай кететін сияқтымыз, жоғарыға мына еререн жол. Кезінде қойшылардан сол жайлаудағылардың көшкен ізі ғой деймін, осы жолы ғой деймін. Енді олардың жылқылары үйренген. Мына жылқы аздап шаршап қалып жатыр, мен мінген ат. Бірақ әдемі көрініс. Міне сандық тасқа осылай қиналып барған дұрыс қой деймін. Қасиетті мекен. Жай жеңіл келгенді қаламай тұрған сияқты. Көреміз енді бұйырғанын.
Сағат 10 болды. 4 сағат бойы міне таудың асуына асып келіп тоқтадық. Қазір аттарымыз шамалы тынығады. Сосын тағы да ары қарай сандыққа қарай жолға шығамыз. Сандық осы бір артымызда болу керек. Аттарымыз да болдырап қалды міне. Тастақты асу қиын екен. Жалаңаштың асуы андай қызыл тастармен асып түсу қиын екен. Амалдап келе жатырмыз. Қалай екен жол? Жақсы. Келесі қайтар жолда басқа жолмен қайтамыз ғой? Мынау қиын ғой дейме? Көзіңізден. Мына, арғы жолмен қайтамыз. Бір қызығы мына артымызда тұрған жылтыр тастар, қара тастар күн сәулесімен шағылысады. Таңбалы тастар өте көп екен, суреттер. Тасқа салынған, таңбаланып салынған суреттер көп екен. Таутеке, арқар. Енді оны мамандар зерттеу керек. Мен енді көрдім, көзім жетті. Ашық аспан астында галерея аздаулы болуы мүмкін енді саны. 5-5 мың данаға дейін болса, мұражайға айналдыруға болады ғой. Тамғалы сияқты, Арпа өзені сияқты. Арпа өзенінде де көп, тамғалды көп, таңбалы тастар көп. Мына жерді сондай бір дүниеге айналдыруға болады, егер тастарда көп болатын болса. Бірақ әдемі, жақсы суреттер түсті. Енді ананда бір шоқы тас тұр, ол да бір балбал ғой деймін. Барып көрейік. Әлде де аралаймыз жылтыр тастарды, көреміз. Біз сандық тастамыз. Мына жерде де екі балбал тасқа келдік. Қандай ғажап. Қараңыздаршы. Тасты қашап сол заманда адамның бет бейнесін салған. Бұл мүмкін қаған болуы да мүмкін. Бұл мүмкін әскер басы болуы да мүмкін, билеуші болуы да мүмкін. Мынаның өзін қараңыздаршы мына. Бет бейнесін қалай келтірген. Ерекше. Бір әдемі көріністе салған. Мынаның өзі де. Міне. Жайдан жай адамға бүйтіп тасқа сурет салмайды ғой. Бір түркінің мықты біреулері болып тұр ғой, не де болса. Ашық аспан астында міне. Осындай жазықта. Қандай керемет. Әр жерден тағы бір қорған тұр міне. Бұл да күйретілген ғой деймін. Жан-жағы қазылған. Археологтар зерттеді ма білмей, бірақ төрт бұрыштығы әдемілеп қазыпты. Балбал тасы көрінбейді. Талпақ тастар. Бұл да үлкен. Ар жағында жатыр ана біреуі. Мына жағында жатыр біреуі, мына жағында жатыр. Қазір енді көреміз, айналып. Балбал тасы бар жерлерді көріп шығамыз да, сонау бір қырдан дрон жібереміз, ұшар биіктен көрейік. Не бар, не жоғын. Табиғат керемет. Біздің бүгінгі Беркі Намат экспедициясының сандық тасқа келген экспедициясы сапары өз мәресіне келіп жетті. Толыққанды көріп аралай алмадық. Өйткені осы жерде жақсы білетін, қай жерде қандай балбал тастар тұр, тастан жасалған көк қошқар тас қай жерде тұр, бәрін көріп білетін адаммен келмесең, жай ғана келе салдық, ат үсті. Сонымен кеп көрдік, бірақ негізінде балбал тастар бар екен. Маған айтылып, естігенім бойынша 72-дей деген, 60-тан аса 72-дей деген. Бірақ мен қазір бір 5-6-ын ғана көрдім. Бірақ соның өзіне көзім тойды. Рухани азық алдым, көңілім тоқ.
бір өкініштісі барлығы тоналған. Өкініштісі сол. Өзімізді өзіміз тонап жүрміз ғой. Өзіміз ғой тонағаны соның бәрін. Қиыны сол. Сырттан ешкім келмейді. Енді амал жоқ. Осы барымызды ұқсата біліп, екшеп-текшеп қажетімізге жаратсақ, соның өзі бір үлкен дүние. Біздің осы Мерке тауларындағы жалаңаштың сарқырамасына, басқа да жерлерге қызықты атпен баратын осындай соқпақтарды дайындап жүрген, бізге көмектесіп жүрген Ерғали бауырымыз. Міне Оразалин. Қандай Ерғали? Оның алма бағы бар таудың бөктерінде, керемет мал шаруашылығы бар. Әрдайым бізге келгенде қол ұшын беріп тұрады, аттарын дайындап, бүгінде алтын уақытын бөліп, алма жинайтын науқанда алтын уақытын бөліп бізге көмектесіп жатқан жайы бар. Ерғалиға үлкен рахмет. Амандық болса, осы аттылы соқпақтар жұмысқа қосылып іске асқан кезде аттылы соқпақтар шетелдіктер, мысалы мына Қытай елінің азаматтары көптеп келіп жатыр. Кеше Қатон-Қарағайда, Марқакөлде көптеп кездесіп жатыр. Осы оңтүстік өңіріне де көптеп келіп жататын жағдай болады әлі. Туризм қайнайды әлі. Орын таппай ат жетпей қалатын жағдай болады. Сол кезде осында Ерғали сияқты ауылдың елім деген азаматтар жұмыс жасайтын болады. Керемет. Келіңіздер Ерғалидың аттарына мініп Мерке тауларын тамашалайтын боламыз.